Қайырлы күн достар. Бүгін біздер қазақтың ұлттық тағамы бауырсақ жасайтын боламыз. Алдымен ыдысымызға жылы сүт құямыз. Үстіне ашытқы, қант және 3 ас қасық ұн салып, 10-15 минутқа көтерілгенше қойып қоямыз. Беті осылай көпіршіктеніп көтерілгеннен кейін қалған ингредиенттерді қосамыз. Ұнымызды біртіндеп араластырып, қамыр жасаймыз. Қамырымызды 1-1,5 сағат уақытқа жылы жерге көтерілуге қоямыз. Арасында 1-2 рет басып қойсаңыз, бауырсақтарыңыз үлпілдеген болып шығады. Дайын болған қамырымызды осылай жаямыз және өз қалауыңызша кесіп аласыз. Менде мысалы дөңгелек, 4 бұрышты немесе ромб түрінде де кесуге болады. Осылай кесіп алғаннан кейін тағы 10-15 минутқа көтерілуге қоямыз. Дайын болған бауырсақтарымызды қызып тұрған майда екі жағынан пісіреміз. Міне бауырсақтарымызды дайын, өте жұмсақ әрі үлпілдеген болып шықты. Видеоны соңына дейін көрген болсаңыздар, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Сіздермен болған айдана ас болсын.